Молина өзіні қатты жақсы көремін, өзі біледі, как мы общались, переписывались. Я очень современная, мен ондай, там, не, она, у нас такого не будет, честное слово. Как я с дочками своими, так и с ней у меня будет. Ойдақтықпен соңғы күндеріміз. Қазір жіберейін жатыр, бірақ... Точно жіберейін ба? Ойлан. Жүз ойлан. Ал кетті, бісміллә. Енді айтыңыз. Нөл. Мөлдір! Неге табатыңыз? Бақытты жанмын. Подпишите документ дейді. Жан, мен сені жақсы көрем. Сен менің әйелім боласың. Менің ең бақытты әйелім қыламын. Сен бүйтіп ана жерден потом қабылдайсың, қабылдамасын. Қабылдамай қойайын ба? Қалайсыңыз, қалыңыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Шүкір, амансың. Финалға дайындық қалай жалпы? Өте керемет, күшті, көңіл күйінде. Қателеспесем, 3-ші орында тұрсың, иә? 3-ші орында. Бүгін 1-ші орынға шығуға мүмкіндік, соңғы кезең дефиле. Иә. Жалпы тәжді алу саған не береді? Тәждегенде Мис атану. Оның өзі бір атақ деп ойлаймын. Бір осы жерде сезім бағында осылай өнерімізді көрсетіп, жан-жақты. Оның өзі бір сондай бір абырой деп ойлаймын, сезім бағында осылай корона тағып тұрғанның өзі. Осы миске қатысқаннан кейін халық сені несімен есте қалу керек жалпы? Несімен? Танылты алдың ба жалпы өзіңді? Иә, танылты алдым. Барынша мен қазақилықты ұстанған қызбын. Сол бойынша көбісі тани алды мені. Всегда қай өнерді жасамда да ой өрнекпен, болмаса қазақи нақыштағы заттармен шығатын. Ол халық бәрібір біліп отыр дегім келеді. Сәттілік бүгінге. Ассалаумағалейкум, Ислам, қалың ғой? Уағалейкум ассалам, жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Шүкір, амансың. Жалпы бүгін финал ғой. Қай қызға қолдау білдіремін жалпы? Қай қыз тәжді алады деп ойлайсың? Білмеймін, ондай гаджет ете алмаймын. Сильнейший победит ғой. Қалай дайындалды солай. Қалай ойлайсың, қыздар осы миске қатысу арқылы өз-өздерін танылта алып деп ойлайсың ба? Иә, ол да бір не ғой? Ол да бір опыт қой, өмірлік тоже. Өздеріне керектерін алып, керек еместерін сырт тастап. Білмеймін, енді өмірлеріне көмектескен шығар, көп нәрсесі. Өнерлері көңілінен шықты бірақ. Шықты, иә, әдемі вообще. Қыздарға не тілейміз? Қыздарға тек сәттілік, и бір қызға жеңіс қой. Қай қыз екен ол? Білмеймін ғой сол. Возьми, пожалуйста, сразу. Финалда қай қызға қолдау білдіреміз, қай қыз тәжді алады деп ойлайсыз? Кімге береді деп ойлайсыз? Әлде алдында ол мекенмен танысықта болған кезде қолдаудан кейін тоқтап қалды ма қолдау? Бүгін финал, бүгін шешуші күн. Мен бүгін қыздардың барлығына қолдау берем, бірақ мен ең басты айтқым ол жалғыз фаворит деп айтқаныммен. Қазір 3-ші орында тұр, мүмкін бүгін өзгеріп кетуі мүмкін. Бүгін мүмкін өзгеру де мүмкін, Ол жалғасқа қолдау? Ол жалғас қолдау. Жалпы осы миске қатысу арқылы қыздар өз-өздерін танылта алды деп ойлайсыз ба басқа қырларынан? Әрине танылды деп ойладым. Көрдік қой, ән айтып, би билеп, неше түрлі киім тігіп ашылып жатыр ғой қыздар. Көңіліңізден шықты? Мен көңілім шықты. Ассалаумағалейкум, бірлік. Уағалейкум ассалам. Қалайсың, қалыңғай? Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Бүгін финалда кімге қолдау білдіреміз? Кім тәжді алады деп ойлайсың? Енді бүгін негізі барлық қыздарға сәттілік тілеп келдім осы уақытқа дейін. Енді 3 фаворит көмек қолында создым дейсің ғой? Иә, көмек қолын создық. Енді барлық жігіттерге көмектесе алдық деп ойлаймын. Енді 3 фаворит қыз шықты қазір. Ол Анара, Арай және Ұлжалғас. Осы 3 қыздың біреуі алады, енді осы 3 қызға сәттілік тілеймін. Бетон дейсің ғой? Ау?
бетон дейсің. иә енді осы уақытқа дейін енді балдар бойынша да барлығын күшті атқарып келді деп ойлаймын. Осы миске қыздар қатысу арқылы өз-өздерінің басқа қырларын таныта алды ма? Әрине. Әрқайсысын жан-жағынан көрдік қой. Негізі Арайдан ондайды мен күтпеген едім, Анарадан күткен жоқпын негізі. Ұлжалғастан андай тігін қасиеті бар екенін тоже білмедік. Негізі көп өнерлерін, алдағы болашақ жарларына, үміткерлеріне керемет бір не болды мынау бір. Аржан дым уайым жоқ шығар, иә? Қыздар үшін уайымдаймын ғой, жақсы араласатын қыздарым бар. Енді тәжіге кім лайық деп ойлайсың, кім алады деп ойлайсың? Негізі тәжіге барлық қыздар лайықты, бірақ тәжді сол бар бір еңбегін сіңірген қыз алса екен деп. Еңбектерін сіңіре алды ма қыздар? Өз өнерлерін басқа қырларынан көрсете алды ма? Иә, әрине, қыздардың өнерлері барлығы жақсы. Ал сенің қандай өнерлерің бар? Біз білмейтін, халық білмейтін. Өнерлер шыға береді ғой негізі. Осындай сайыстарға қатысқан кезде ма? Осындай сайысқа қатысқан кезде ма? Негізі мен 7-ші маусымда қатыстым ғой, негізі жүгіру сайысқа. Мен ондай вальсті күшті қылып билей аламын деп ойлаған жоқпын, оказывается билей алады екен дұрыс. Фобия бар ма? Жоқ, сахнадан жоқ фобия. Ал басқа неден? Фобия мен қараңғыдан қорқамын. Қараңғыдан жыбырлақ нәрсенің бәрінен қорқамын. Кстати, үміткерің ғой? Үміткерім жақсы. Ереке, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалай? Жақсы, өзің қайсың жағдай? Шүкір, амансың. Енді финалға дейін фавориттеріңіз әр кезең сайын ауысып отырды ғой. Енді финалда фаворит кім сіз үшін? Тәжік кім болады деп ойлайсыз? Білмеймін енді, әділетті болады деп ойлаймын енді, өзім ойым ғой. Бірақ үштікте сол ғой сол. Анара, Арай, Ұлжалғас. Иә, үшеуі үштікте. Бірақ кім болатынына пока айтпай ақ қояйын, оны эфирде айтайын. Мен кімге... 5-ші кезеңнен кейін белгілі болады ғой. Иә, белгілі болады ғой, бірақ біз енді пікір айтамыз ғой, сол кезде мен өзім ойымды айтып кетсем. Қазір айтсам қызық болмай қала ма деп тұрмын, или айтайын ба? Эфирге қалдырайық. 1-ші кезеңнен кейін жалпы қыздарға кішкене көңіліңіз толмай, дайындықтар аз деп едіңіз, бірақ осы 5-ші кезеңнен кейін біраз өнерлерін көрсетіп бастаған сияқты. Біраз өнерлерін көрсетті, күшті дайындалды, ой өзгерді, молодец, бәрі уайымдап жүргенде. Жүгіріп, ары бері еңбек жасап. Не тілейміз бүгін қыздарға? Сәттілік, бәріне сәттілік тілеймін. Тек бір қызға айтсам, мен Моляға өте ризамын, потому что енді қалай қарасам да біздің менталитет бар, әртүрлі адамдардың пікірлері, несмотря ни на что, вот в целом даже ко мне относятся с уважением ко всем членам семьи. Огромная благодарность. Спасибо.